күйеуінің рұқсатынсыз, қайсы бір әйел адам күйеуінің рұқсатынсыз үйден шығатын болса дейді, риуаятта келеді, періштелер сол әйел адамның әрбір қадамына лағнет айтады дейді. Алланың лағнеті болсын саған, сен күйеуіңе рұқсат сұрамай қайда кетіп бара жатсың деген мәселемен барып келгенге дейін періштелердің осындай дұғасында болады дейді. Құдай сақтасын. Алла сақтасын, сол арада өмірден өтіп кететін болса, ол қыз баланың жағдайы жақсы емес. Осы мәселеде әйел адамдарға жеткізу біздің міндетіміз, балалар. Ол да біреудің қызы, ол қыз баланың да білімін деңгейін көтеру, бұл ер азаматтар біздің міндетіміз. Біреу білмей істеп жатқан шығар, біреу байқамай істеп жатқан шығар. Сол нәрсені балалар түсіндіріп не істеуіміз керек екен, жеткізу керек екен. Және әйел адамға да міндет болады екен күйеуіне итаат ету, және шариғат рұқсат еткен мәселелерде ғана бойынсыну қыздың міндеті екен. Шариғат рұқсат етті деген не нәрсе ол? Яғни күнә емес мәселелерде күйеуі де айтқан істейді. Ал шариғат бұйырған мәселеге күйеуі қарсы келетін болса, күйеуіне итаат етілмейді. Мысалы, әйел намаз оқиды. Намаз оқиын деп жатса, күйеуі оқымайсың дейді. Ол жерде күйеуіне бойынсынбайды. Қыз бала ақырындап дәретіп намазын оқи береді. Орамал тақпайсың, көшеде шашыңды көрсетіп жүресің десе, бойынсынбайды күйеуіне. Алланың бұйрығы ол. Әуретіңді жауып жүр деп жатқан Құрандағы аятқа амал істеп, қыз бала шашын көрсетпей, орамалын тағып, ұзын киім шыға береді. Рамазан айында ораза уақытта ораза ұстамайсың десе, ораза ұстай береді. Күйеуі қолына ақша беріп, дүкеннен маған арақ шарап әкеп бер деп жұмсаса, оған бармайды. Өйткені бұның баршасы не ол? Шариғатқа қарама-қайшы келіп жатыр. Шариғатқа қарама-қайшы келмейтін мәселенің баршасында әйел адамға міндет болады оны күйеуіне итаат ету. Тіпті нәпіл ораза дейміз ғой. Рамазан айынан бөлек қосымша нәпіл оразаларда да күйеуі рұқсат етілмесе, әйел адам ораза ұстай алмайды. Бүгін қонаққа барамыз, бүгін дүйсенбі, нәпіл оразаны ұстай алмай-ақ қой десе, әйел адам оған қасарысып ораза ұстауға болмайды. Аузын бекітіп қойған болса да, аузын ашып оған міндет болады екен. Өйткені ол не? Күйеуінің қарамағында оған бойынсыну, оған міндет болады. Және күйеуін үйде отыр деген болса, ол әйел адамға үйде отыру міндет болады. Әйел адам қашан жарайды барып кел дегенге шейін қыз баланы үйден шығуға болмайды. Және құрметті бауырлар, сол нәрсені қыздарымызға да көп үйретуіміз керек екен. Бәріміз ұлымыз бар, қыздарымыз бар. Қыздарымызды ибалы, инабатты өсіруіміз керек екен. Қызыңды болашақта тұрмысқа берген жағдайда, қызыңды сағынған болсаң, қызыңа кел деп айта алмайсың. Күйеу балаға айтасың. Келіп кетсеңдер, келе алмасаң, қызыңды алып келе аласың ба деп. Егер бүгін бара алмаймыз, ертең барамыз десе, болды, сіздің ешқандай жерде неңіз болмай қалады. Өйткені қыз сол күйеу баланың қолында, аманат содан. Сол нәрсені түсіну керек екен, және қыз бала сол отбасыда өзінің күйеуіне итаат ету оның міндеті болады. Оның жәннаты, оның күйеуі. Ортада балалар болып, сол балаларын әкесінің сөзін сөйлеп тұрса, әйел адам әкең сөзін тыңдамай-ақ қой, ол айта береді деп балаларын қарсы қоятын болса, ондай адам жақсылыққа бармайды. Онда әйел адам, Құдай сақтасын, Алланың азабына ұшырайды. Балаларды керісінше әкесінің сөзін сөйлетіп отыратын болса, ол жәннат әйел деген. Әкең дұрыс айтады. Әкең айтты ма, демек осындай болу керек деп қыз бала әкесінің сөзін сөйлетіп, балаларды соған итаат еткізуге бұйыратын болса, ол әйел адам жәннат әйел болады екен. Ал күйеуіне қарсы келетін болса, Құдай сақтасын, ондай әйел тозаққа әйел екен. Сен әкең айта береді, нені біледі ол? Оттай береді ол деп, балаларды әкесіне қарсы қойып, осындай қылып тәрбиелейтін болса, ондай әйел адам, Құдай сақтасын, ертең оның жауап сұрағы өте қатты болады дейді. Осы мәселені қыздарымызға жақсылап үйретіп қоймыз керек екен.